Сәлем достар, біз бүгін наурыз көже пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге қажет ол сүр ет. Келесі кезекте сүт, айран, одан кейін 5 түрлі жарманың қосындысы. Бұның ішінде бидай, жүгері, арпа, қара бидай сияқты жармалар бар. Одан кейін қара құмық, күріш, сөк, маш, арпа, консервіленген жүгері, құрт, бұл бізде сүзбе, сұйық әлі кептірілмеген, және осындай құрттарды алдық. Тұз, су қажет болады. Ал енді біз бастаймыз. Ең бірінші жасайтын нәрсеміз ол суға сүр етімізді салып пісіреміз. Қайнаған кезінде көбігін алып қарап тұрамыз. Мінекей барлық етімізді салып жібереміз. Қайнағанынша күтетін боламыз. Етіміз пісіп жатқан кезде барлық дәнектерімізді, жармаларымызды жуып аламыз. Мінекей достар, біздің етіміз қайнап жатыр, суымыз. Көбіктерін алып тастаймыз. Және қайнағаннан кейін астын ақырын отқа қойып қойсаңыздар болады. Біздің етіміз пісті. Етімізді оттан алып, мінекей біз осындай қабырға салған болатын едік. Ішіндегі барлық ұсақ еттерді бәрін алып аламыз. Астын қатты отқа қойып, жармаларымызды сала береміз. Біз етімізді сүзіп алдық. Келесі кезекте жармаларды салатын кез келіп жетті. Ең бірінші біз күріштен бастаймыз. Осындай ретпен барлық жармаларымызды салатын боламыз. Келесі кезекте бізде қара құмық. Одан кейін біз арпа саламыз. Қара бидай, жүгері, арпаның қосындысы. 5 түрлі дәнді дақыл бар. Келесі кезекте біз қосатынымыз ол сөк. Барлығын араластырып тұрамыз. Және де маш дейміз. Машты салып жібереміз. Бетін жауып, піскенше күтеміз. Біздің дақылдарымыз пісіп жатқан кезде етімізді наурыз көжеге ыңғайлап, ұсақтап тура боламыз. Бұны біз қабырғаға жабысып тұрған май қазы деп айтамыз. Негізі наурыз көжеге міндетті түрде қосатын деген еш нәрсе жоқ. Кімде қандай дақыл, қандай нәрсесі бар, соны қосып жасай берсе болады. Осындай ретпен етті, осындай ұсақтап етті турап аламыз. Мінекей біздің дәнді дақылдарымыз қайнап жатыр. Жартылай пісейін деп қалды. Енді біз сүт қоссақ болады. Бізге осы сүт жеткілікті. Сүт қосып
бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте біз сүзбемізді қосатын боламыз. Мінекей біздің сүзбеміз. Осындай мөлшерде жеткілікті. Жақсылап араластырып, айран, және консервіленген жүгерімізді қосып, ақырын отта бір қайнатып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, ақ мол болсын. Сау болыңыздар.